Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте дәмді тары чизкейк жасаймыз. Тарыдан чизкейк. Мінекейіңіздер, көріңіздер. Өте жұмсақ, дәмді, шайға арналған тарыдан чизкейк дайындаймыз. Ол үшін бірінші тарымызды ыстық сүтпен бетін жауып бұқтырып қоямыз жарты сағатқа. Енді сары майымызға жұмыртқамызды саламыз, қантымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Енді дайын ұнымызға құямыз. Тағы да жақсылап араластырып, үстіне қопсытқышымызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Бірінші лопаткамызбен, содан кейін қолмен араластырамыз. Бізде міне осындай қамыр шығады. Енді бұл қамырымызды бірден противенімізге орналастырамыз. Міне қолмен жақсылап осылай басып орналастырамыз. Шеттерін жұқалау қылып, өйткені қаз көтеріліп піседі. Сол кезде жұқа болса әдемі болады. Мінекейіңіз, біздің қамырымыз дайын. Енді бұны 10 минутқа қамырымызды морозильникке сала тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Қаймақ, жұмыртқа, қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Міне, енді 2 қасық кукурузный крахмалымызды саламыз. Жүгері крахмалын араластырамыз. Өте оңай, дәмді пирог дайындап көріңіздер. Енді бұқтырылған тарымызды саламыз. Тарымызды салып, тағы да араластырамыз. Енді сгущенкамызды қосып, тағы да араластырып, мінекейіңіздер, салмамыз дайын. Енді қамырымызға құйып, алдын ала қыздырып қойған немізді енді жаңағы қамырымыздың үстіне құямыз. Менде тура құйылған жерді түсірмеппін. Технический қателіктерге байланысты. Міне құйдық. Енді ысып тұрған духовкамызға 35-40 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Мінекейіңіздер, біздің чизкейкіміз дайын. Өте дәмді болады. Өте оңай. Бәрін араластырасында. Саласын. Ешқандай қиындығы жоқ. Дайындап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Тары қатты болмайды. Ол сүтке бұқтырылғандықтан өте жұмсақ болады. Қазір міне кесіп көрсетемін сіздерге. Дайындап көріңіздер. Маған лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар. Мінекейіңіздер, өте дәмді болады. Дайындап көріңіздер. Келесі кездескенше